Армысыз көрермен, сіздермен Құралай Құдайберген. Электромобильдер өткінші тренд пе, әлде болашақтың көлігі ме? Тоқпен жүретін көлікті алатын кез келді ме, әлде ерте ме? Осыған қатысты сұрақ көп, жауап аз. Біз бүгін жасыл көліктер, электр көліктері туралы әңгімелейміз. Болашақта нарық қалай дамиды, және бізді не күтіп тұр? Бұл өзекті тақырып. Электромобильдер нарығы елімізде қалай дамып жатыр? Энергетика министрлігінің дерегінше былтыр елімізде 2000-нан аса көлік тіркелген. Әрине, бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда едәуір жоғары көрсеткіш. Алайда сұраныс әлі де жоғары емес. Халықты жаппай электромобильге қазіргі таңда мінгізе алмаймыз. Өйткені арасында мен сияқты электромобиль қаламайтын адамдар бар. Маған мысалы ұнамайды. Өйткені Қазақстанда бензин арзан. Мен әлемнің талай мемлекетінде болдым. $1, $2, $3. Мысалы Америкада галлоны шамамен $6,5–7 тұрады. Оның жанында біздің $0,5 бензиніміз тәтті. Сол үшін бензинмен жүре беремін. Өйткені электромобиль Шымкент, Астана сияқты 1000 шақырымдық қашықтыққа шығып кетуге, ойланбай шығып кетуге мүмкіндік бермейді. Орта жолда уақытын жұмсап, бір жерде тұрақтап, автомобильді қуаттауға тура келеді. Ал мен өйтіп уақыт жоғалтқым келмейді. Алматыдан Шымкентке шықсам, Таразда тағы бір бак бензин құйып, ары қарай жол тартқым келеді. Сол үшін мен бензинді таңдаймын. Қазіргі таңда электромобиль деген бай ауқатты азаматтардың ойыншығы сияқты. Өйткені қазақтар оны негізгі автомобиль, отбасыдағы жалғыз автомобиль ретінде алмайды. Екінші, үшінші көлік ретінде. Алғашқы машинасы, негізгі автомобилі Camry немесе 200-лік, 300-лік крузак. Енді мысал ретінде келтіріп тұрмын да. Негізгі көлік ретінде қабылданбайды. Бұл дүние жүзінде де тренд болып саналады. Өйткені біріншіден инфрақұрылым дамымаған, екіншіден электромобильдің бағасы қазіргі сәтте жаңа іштен жану қозғалтқышымен жүретін көліктерден бағасы қымбаттырақ. Қымбат негізі оны әр адам қалтасы жетпейді оған. Және де технологиялық жағынан әлі бізге бейтаныс жағдай. Өйткені аккумуляторлардың өзі қалай жүреді, ол климаттық жағдайға қалай бейімделген деген сияқты сондай мәселелер бар. Ешқандай автомобиль өндірісі әлі мына ішкі жану қозғалтқыш көліктерінен бас тарту мақсатында жоқ. Жалпы олар электромобильдер шығарса да параллельно жаңағы іштен жану қозғалтқыш бензинмен, немесе дизельмен шығатын көліктерді шығарып отырады. Сіздердің зауыттарыңыз жаңадан 3 зауыт салып жатсыздар. Келесі жылы іске қосылады деп жоспарланып отыр, иә? Олар дәстүрлі жанармайға бензинмен жүретін көліктер шығарылады. Болашақта мынау зарядтау инфрақұрылымы дамыған кезде, нарығымыз дайын болған кезде біз дәстүрлі көліктерден жаңағыдай гибрид, зарядтау гибриді бар көліктерді кейін толыққанды электромобильдерді шығаратын біздің мүмкіндігіміз бар. Күзде BYD көліктерін ресми түрде біз сататын боламыз. Ол жерде толыққанды электромобильдер болады, және де зарядталатын гибридтер де болады. Тоқпен жүретін көліктер көптеген артықшылықтар ұсынады. Оның ішінде атмосфераға зиянды қалдықтар бөлу деңгейі, мысалы Алматы сияқты экологиялық мәселелер бар қалалар үшін бұл өте маңызды. Сонымен қатар электрокөліктерін пайдалану шығындары өте аз. Қазақстанға алып келген сәтте автомобиль үшін ешқандай алым салық төлемейді. Осы үлкен плюс. Солсын мына жақта автомобильді қолданған кезде бензинге шығындалғандай көп ақша жұмсамайды. Мысалы, бір бак электро қуаты шамамен үйде қуатталатын болса 1500–2000 теңге. Ал жылдам қуаттау станциясында Алматыда толып тұр, және Астана, Шымкент сияқты қалаларда инфраструктура дамып келе жатыр. 20 минуттың ішінде толық бак шамамен 3000–4000 теңге болады. Ол киловаттына байланысты ғой, жаңағы станция бере алатын қуатқа байланысты. Бұл электромобильдер сіз жаңағыда майын ауыстырмайсыз. Орысша айтқанда свеча зажигания дейді ғой. Оны да ауыстырмайсыз, себебі ол жоқ. Майдың фильтрі бар, оны да ауыстырмайсыз. И және де әр 20 000 шақырым сайын сіз оны ресми дилерлік орталыққа барып, сервистік қызмет ала аласыз. Ол жерде көбінесе электроникамен байланысты тікелей бір нақты бір деталін ауыстырмайды, оның миына араласады да, сондықтан ол жерде сәл құны қымбатырақ.
Мұндай көліктердің артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де аз емес. Яғни елімізде инфрақұрылым жағы дұрыс дамымаған. Мысалы, зарядтау станцияларын айтсақ. Ірі қала Алматының өзінде көлікті зарядтау үшін сағаттап кезекке тұруға тура келеді. Электрозарядный станциялар, солар қалай дамыту керек, оны қалай ынталандыру керек, оның киловаттын қалай санайды, кім ол электростанцияларды орната алады, кім ақша таба алады одан, және сондай мәселелердің барлығы жалпы талқыланып жатыр әлі. Енді ол заңнамалар қабылданған кезде мен ойлаймын, былай ақырын инфраструктура дамып келеді. Жалпы мұнда екі мәселе бар. Бірінші мәселе, біз инфраструктураны дамытып, содан кейін электромобильдер кіргізу керекпіз бе? Немесе электромобильдер кіреді, содан кейін ол инфраструктураның дамуына себеп болады деген мәселе бар. Яғни қайсысы бірінші жүру керек деген. Бұрын көп мамандар, эксперттер айтатын, жалпы инфраструктураны дамытпасақ, электромобильдер кірмейді деп. Қазіргі таңда қарап отырсаңыз, әрине электромобильдердің көбейіп бара жатыр, жалпы жай халықты алып жатыр, оны тұтынып жатыр. Соған байланысты, мысалы, жеке компаниялар өздеріне, мысалы, автозаправочный станцияларда, жаңа заправочный станцияларды бірге қойып жатыр. Өйткені ол уақыттың талабы, жаңа тұтынушы соған талап қойып отыр. Біздің енді міндетіміз ол зарядтау станцияларын дамыту. Шілденің соңына дейін біз Алматы қаласында зарядтау станцияларын MyCharge деген атымен біз іске қосатын боламыз. Біріншіден Алматы қаласы, содан кейін барып Алматы, Шымкент қалаларында ашамыз. Осы жылы біз 40 терминалдар ашатын болсақ, келесі жылы терминалдардың саны 178-ге дейін жеткіземіз. Үлкен бір проблема, жаңағы электромобиль иелері өздерін бір эко-френдли, сондай біз табиғатқа жақынбыз деп санайды ғой. Негізінде олардың алып жатқан электро қуаты жақта ТЭЦ-ті жағылып жатқан көмірден алынып жатыр. Құқтыңыз ба? Сондықтан Алматы ТЭЦ-і газға ауыспай, олар өздерін жаңағы табиғаттың досы деп есептей алмайды. Сондай проблема бар. Сондықтан бұлар дәстүрлі жанармаймен жүретін көліктер әлі де көпшіліктің сүйіктісі. Алайда экологиялық талаптар күннен күнге күшейіп келеді. Сарапшылар бұл ұзақ әрі ауқымды процесс екенін айтады. Сондықтан екі кезеңнің ортасын гибрид көліктер жалғайды. Қазақстанның енді ауа райының ерекшеліктері бар. Және де қалалардың алыстығы бар. Мысалы, Алматыдан ең жақын үлкен қалалардың бір, мысалы, Шымкент 700 шақырым болса, Астана 1200 шақырым болса, оған дейін мынау енді сізге айтқандай 600 километрге шамалас жүре алатын көлік. Сол үшін жаңағыдай Астанаға дейін жүре аламыз десең, жоспарласаңыз, онда міндетті түрде гибридті, зарядталатын гибридті алған дұрыс. Ол зарядталатын гибрид жаңағы бензинмен қозғалатын қозғалтқышы бар, және де электромоторы бар. Яғни ол машинаны сіз жанармайды құйсаңыз, және де батареяңызды розеткадан толық зарядтасаңыз, сол 1200 километрге дейін сіз сол көлікпен жүріп өте аласыз. Және де бензиннің үнемділігі соншалықты, ол 100 шақырымға небәрі 4,5 литр бензинді сіз жаратасыз. Қазіргі таңда гибридті көліктерге жалпы сұраныс бар деп ойлаймын. Өйткені олар жаңағы біріншіден экономикалық жағынан да тиімді, бензин ажиды. Және де екіншіден бұл экологиялық жағынан да ажиды. Өйткені кептеліс кезінде ол жаңағы бензинмен жұмыс істемейді, электр двигателімен жұмыс істейді. Және де ұзақ уақытқа шыққан кезде, ұзақ жолға шыққанда, ол өзін-өзі зарядтап отырады. Соған байланысты әрине өте тиімді, және де оны негізгі көлік ретінде қолдануға болады. Дүние жүзіндегі автомобиль шығару концерндерінің өздерінің жариялағаны бойынша, олар толықтай кетіп қалмайды электромобильге. Іштен жаны қозғалтқышы қалады. Енді, по крайней мере, 60-шы жылға дейін қалады деп ойлаймын, жалпы. Бұл сала әлі көптеген зерттеуді қажет ететініне қарамастан, көптеген мемлекеттер электромобильдер өндірісін қолдайды. Бұл жағынан Қытай оқ бойы озық тұр. Қытайда жалпы электромобильдер қалай дамыды? Біріншіден, олар қоғамдық көліктер дамыта бастады. Жаңа автобустар, мусоровоздар, коммерциялық техникалар, автокрандар, әртүрлі спецтехникалардың барлығын бірінші электродвигательге ауыстыра бастады.
оны әрине олар субсидия жасайды. Бізде елімізде ондай субсидиялау деген саясат жалпы қарастырылмаған. Дүниежүзілік тәжірибелерді ала отыра, сондай қоғамдық көліктерді ауыстыру жөн деп есептеймін бірінші. Келесі сатыда жаңағы жеңіл көліктерді ауыстыру. Қазір әлемде жасыл экономикаға көшу сынды үрдіс жүріп жатыр. Бұл үрдістен Қазақстанда қалыс қалып отырған жоқ. Қазір жоспар бар, яғни қоғамдық көліктің Алматы, Астана, Шымкент сынды ірі мегаполистерде 70% үлесін электрокөліктерге ауыстыру сынды. Бұл бағытта сіздердің компанияларыңыз қандай қадамдар жасап жатыр? Біздің коммерциялық көліктерді жасайтын Hyundai Trans Алматы деген зауытымыз бар. Алматы қаласында. Ол зауытта биыл біз Алматыға Golden Dragon электроавтобустарын Алматы қаласына және 40 дана электроавтобустарын біз Екібастұз қаласына жеткізетін боламыз. Бұл негізі біздің жаңағыда жасап жатқан өзіміздің үлесіміз деп айтуға болады. Себебі қоғамды көліктердің мынау ауаның ластануына, ауаның сапасына әсер ететінін біз білеміз. Сол үшін біз жаңағы электроавтобустарын шығарып жатырмыз. Жалпы осы электромобильдерді елімізде дамытуға қатысты жұмыс тобы құрылған болатын мемлекеттік органдармен. Онда депутаттар бар, жаңа қоғамдық белсенді азаматтар бар. Солардың барлығы жаңағы заңнамаға, еліміздегі заңнамаға электромобильдердің электр көліктерін дамытуға байланысты, оларды ынталандыруға байланысты заңнамаға өзгерістер енгізу қарастырылған. Сол жұмыс тобындамын мен. Енді сол жұмыс тобының аясында көптеген ұсыныстар келіп отырады. Енді мемлекет аясында жаңағы тегін парка месталар, мысалы, сол жаңағы парковочный орындар, тегін зарядный станциялар қою дұрыс деп ойлаймын. Hyundai Trans автозаводында болған брифингте сіздердің басшыларыңыз Нұрлан Смағұлов айтқан еді, 27 жылы дәстүрлі көлікпен, бензинмен жүретін және электромобильдердің бағалары қиылысып, электромобильдердің бағасы төмендеп кетеді. Ол үрдіс әлде бар деп есептейміз. Себебін айтайын. Себебі қазіргі таңда Қытай нарығын алатын болсақ, Қытай нарығы жылына 30 миллион көлік шығарады. Ол жерде жеңіл көліктер бар, және де коммерциялық көліктер бар. Оның ішіне жаңағыдай автобустар кіреді, жаңағыдай грузовиктер кіреді. Әлемде нөмір бірінші. Екінші нарық ол Америка Құрама Штаттары, олар шамалас 15 миллиондай көлік шығарады. Сол енді 30 миллионы бар нарық, олар жаңағыдай жаңа технологиялық, инновациялық көліктерге өте көп қаражат инвестиция салады. Инвестицияның арқасында технологияларды зерттеу, болмаса жаңағыдай көліктердің батареясының жаңағы құнын төмендету үшін олар көп машина шығарып жатыр. Соның арқасында 2026-2027 жылы деген біздің болжамымыз бойынша, болмаса авторитетті маркетингтік компаниялардың, болмаса Bloomberg деген компанияларының сараптамасы бойынша жаңағыдай олардың осындай сараптамасы бар. Электр көліктердің бағасы түсе бастайды. Бензиннің бағасы, көліктердің бағасынан гөрі түсе бастайды. Енді үрдіс бар, 2026-2027, сіз айтқандай, оның бағасы теңесетін болса, теңесет, болмаса да мүмкін 2030 жылдан кейін оның бағасы түсе бастайды. Яғни электромобильдер көпшілікке қолжетімді болады, арзандайды, иә? Электромобильдер уақытша тренд емес, бұл болашақ. Ол қазірдің өзінде басталды. Жыл өткен сайын технологиялар дамып жатыр, олар жетіле түсуде. Алайда электр көліктерін алуға асықпаңыздар, себебі Қазақстанда, әлемде бұл болашақтың табалдырығын енді ғана аттады. Сондықтан әлі заңнамалық тұрғыда және өзге де бағытта көптеген жұмыстарды атқаруды қажет етеді. Сізбен бірге болған Құралай Құдайберген автокөлік әлеміндегі маңызды әрі қызықты әңгімемізді әлі де жалғастырамыз. Келесі кездескенше.